Секс деген жай бізде бұл ұрым-бұтақты өрбіту жолы емес. Осыған келгенде бізде жабық тема. Көп нәрседе біз айтпаймыз, жабулы қазан жабулы болып қалады. Әйел айтады, сен әлсізсін. 55-56 жасындағы кісілер айтады, айналайын қарағым, біз 60-65-те де шапқымыз келеді дейді. Тамақ, ақша және секс. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы жобасы және оның жүргізушісі авторы Шырақ Байназар. Бүгін бізде қонақта Махаббат ханым, сексолог, психотерапевт. Ер кісілердің келгенінің өз бетінше келмейді. Олар өзінің көпсін айтатын, егер мен келіп осыны мойындасам, онда мен өзімнің осында әлсіздігімді паш етіп бәріне айтқаным секілді дейді. Он говорит, я боюсь, что я показал всем, что я слабый дейді. Көрдіңіз ба? Сол үшін ол ер кісі одан қорқады. Особенно біздің ер азаматтар. Бірдеме болмай қалды ма, ол оны әйеліне айтпайды, оны досына айтады. Ол егер досына айтса, көрдіңіз ба? Сол үшін айтпаса ішінде қалады. Ішінде қалады. Сол үшін біздің ер кісілердің сондай проблемасы бар. Мен соны айтатын ғой, құрметті мырзалар, егер сіздерде осы бір белгі болды ма, қазір урологтарда жақсы осы курстарын өтіп, ер кісілерге көмектесуге тырысады. Андрологтар да қазір сондай, андрологтарды мужской гинеколог деп жатамыз ғой, оларда да уже секс жайлы нарушение қалай болады, не болады деп, олар да өтіп айтып жатыр да, мысалы. Көрдіңіз ғой, ең жаманы тағы да бізде либидо жоғалса. Либидо деген это половое влечение. Мужчины к женщине и женщины к мужчине. Егер ол жоғалса, ол да жаман. Осыған келгенде бізде жабық тема. Көп нәрседе біз айтпаймыз, жабулы қазан жабулы болып қалады. Егер мен бұл жерде қыз-келіншектерге айтып кететін, егер сіздер байқасаңыздар, ер күйеуіңіздің арасында осындай бір тосқауыл дейді, бір преграда болып тұрса, онда сіз міндетті түрде омен болады ғой, бір выбрать благоприятное время, сөйлесу. Шынайы сөйлесу. Иә, дәл уақытын тауып. Ол енді жұмыстан шаршап, өліп талып, ес-түссіз жатқанда емес. Диалог отырылып, осы сізбен біз секілді диалог болу керек. Егер осы диалог барысында сіздерде бір-біріңізге деген өкпе-реніштеріңізді біз жақсы көреді ғой, бір-бірін обвинять етуге, сен кінәлауды, егер ондай туындап жатса, бірнеше толқын ретінде осып қайталанатын болса, онда осы жерде мен айтатым, сіздер сексолог-психологқа қаралу керексіздер. Неге? Осы кішкене қақтығыстарыңызды сіздер құрту керексіздер. Егер сізде толық диалог болды, бәрін сөйлестіңіздер, бәрін жасадыңыздар, бірақ сізде былай жыныстық қатынасқа келгенде ода блок тұрса, немесе эрекция болды, бірақ ол толық эякуляция болған жоқ, немесе ол болды, бірақ ол оргазм алған жоқ, ол жерде сізге дәрігер, сексолог көмектеседі. Неге? Значит, ол кісіде уже орталық нерв жүйесінде, немесе психикасында кішкене сондай бір ақау болып тұр. Бір қатты стресс орталық нерв жүйесіне сондай бір сигнал беріп тұр, жібермейтін. Бұл деген білесіз ғой, секс деген жай бізде бұл ұрым-бұтақты өрбіту жолы емес, толыққанды ары қаратай сіз тұлға ретінде дамып, толық өмірдің қанағатын алып, удовлетворение жизни и от своего партнера толық тұлға ретінде өмір сүруге беретін бір момент. Мен айтам ғой, всегда өмір бойы адамзатты үш-ақ нәрсе қызықтырған. Ол тамақ, ақша және секс. Болды осы үш тұлға. Осы үшеуінің арасында бүкіл индустрия бізде дамып кетті. Көрдіңіздер ғой? Сол үшін мен ойлаймын, бұл жерде міндетті түрде бұл кісілер дәрігерге қаралу керек. Дәрігер сексологқа барған кезде сіздер толық, сізде қандай проблема болып жатыр? Соны айту керексіздер. Өйткені неге дәрігер деп жатырмын? Егер ода предстательная железа дейміз ғой, сода кішкене бір воспаление немесе бір ақаулық болса, ол кісі көмектеседі сізге. Екіншіден, сізде коррекция болып жатқан кезде бір ер кісі келмейді.
міндетті түрде өзінің жұбайымен, немесе олар жай партнер болып тұрса, постоянный половой партнер дейді ғой, онда сонымен бірге келіп консультацияға келу керек. Неге? Айтып кетейін. Бірінші рет сол половой партнердан блок болған, немесе алғашқысы, кейін олар көп көйлекше ауыстыра береді ер кісілер. Олар ойлайды, осы блок мынада болмайды, осыдан қайталана береді деп. Сол кезде вы должны проработать этот блок. Сол кезде сол партнермен келесіз. Неге? Ол партнеріңіздің сізге көмегі керек. Неге? Өйткені секс это командная игра. Бұл жерде командный игроки. Жаңғы сіз бір өзіңіз ойнай бермейсіз бұда. Сіздің командный игрок болу керек. Сіз пас бердіңіз ба, ол пасты алу керек. Көрдіңіз ғой? Сол секілді бұл жерде сексуалдыққа қаралған кезде жұбымен бірге. Әрине, бұл жерде әйел заттың ер кісіге көмектесетін көмегі өте маңызды және зор. Неге? Сол кезде терапия, лечение, коррекция, дальнейшая рекомендация өте керемет жүреді. Неге? Ер азамат әйел адамды тағы бір преграда дейді, барьердің бірі. Неге мынандай болады бізде? Әйел мен күйеуі көп тұрады, бір 10-15 жыл, одан кейін 10-15 жылдан кейін күйеуінің бір әйеліне деген қызығушылығы мүлдем күрт төмендеп кетеді. Неге? Уақыт келе әйел заты өзінің функциясын жоғалтып, оған мама, анасы секілді болып кетеді екен. Мамасының ролін принимать етеді. Өз модели поведения бар ғой, жена любовница, жена домработница и мама деген. Сол кезде мамасының ролін қабылдайды екенді, бізде қандай ер балада анасына деген қарым-қатынас, ол құрмет. Көрдіңіз ғой, сол үшін ол өзінің әйеліне құрметпен қарайды да, амна секс тұрғысында ол уже әйеліне кішкене алшақтай береді. Ол құрмет дейді, бүкіл жағдайын жасайды. Образ, оған құрметпен ғана қарауға болатын. Сол үшін құрметті ханымдар, сіздер егер бұлай осы мама, анасының роліне кірмеңіздер. Сол үшін ең маңыздысы бұл терапияда міндетті түрде өзін ерлі зайыптар бірге келу керек. Егер жыныстық қатынаста бірдеме болмай қалды ма, болады, қатты қобалжып кетті, ол кезде бізде нарушение кетеді. Эректильная функция, оргазм бір жаққа өз бетімен кетіп қалады. Ол сразу стресс деген красный сигнал миынан өтеді былай. Сөйтеді да ол тоқтайды да қалады. Ал әйел түсінбей қалады. Ол әйел уже енді басталып келе жатқан волна, накатом тоқтап қалады, ол да түсінбейді, мынау тұрады да кетеді. Ол бір рет қайталанады, екі рет қайталанады. Сөйтеді да олар бір-біріне, әйел айтады, сен әлсізсің, сен импотентсің деп, сөйтіп біздің әйел зат өйстіп оскорблениялар келеді ер кісінің адресіне. Сол кезде ер кісі мүлдем өзіне жабылып қалады. Мүлдем жабылып, менде бар сондай пациенттер, көп жылдан бері сөйтіп ажырасып кеткен өзінің әйелімен, 10 жылдай төңірегінде бір әйел затына жолай алмаған. Ол қашан келеді? Ол бір инстаграмнан осындай сексолог дәрігері бар деп, бір случайно көріп қалады ғой. Сөйтіп келеді. Соның өзінде де, ол келген кезде де, ол кісіде бір блок тұрады. Неге? Өйткені мен әйелмін ғой, дәрігер әйел. Мен оны байқадым, и сол кезде мен ер кісілерге всегда айтамын, ребята, мен оно. Я бесполое существо. Я не она, не он, я оно. Болды. Сіздер толық шешіліп, бүкіл өзіңіздің проблемаңызды айту керексіз. Сенім артыңыз. Ол кісіде бастапқы уақытта мынандай проблема болған. Бірінші рет ол 19 жасында жыныстық қатынасқа түскен. Ол болғанда да бір қызықты жағдай болған, ол бір 90-шы жылдары. Әйтеуір бір жерде болған ғой. Оның қосылған партнері да опыты болмаған, жас қыз. Сол кезде ол есіне сақтап қалған, жадына сақтап қалғаны ұят болады. Мен біреудің қызын бүлдірдім. Ұят болады. Үшінші проблемасы ойлаған, егер бұл менен көтеріп қойса, не болады? Осы проблема қалады, ол да бірақ 23-24 жасына келгенде ол үйленеді басқа қызға. Бәрі әр қосылған сайын менде бір осы бұрынғы қорқыныш үрейлерім шыға беретін дейтін. Волна секілді, как толқын секілді келеді, как сөйтеді қайтады дейді.
қандай қорқыныштар? Қорқыныштар біріншіден ол менен көтеріп қояды бұрынғы, и мен істеп жатқаным ұят емес па деп. Бірінші қосылған әйелімен сол қалып қалған қорқыныш мына жерде жазылып. Секс дегенде сол байланыс. Секс дегенде сол. Жұмысында қатты стресс алады бұл кісі. Жұмысында қатты стресс алған соң мүлдем бұда эректильный дисфункция кетеді. Бәрі прелюдия дейді, жасалады, бәрі дұрыс болады, бірақ әйеліне қосылайын дегенде мүлдем жәдегі ешқандай қатынас болмайды. Эректильный дисфункция кетіп, ешқандай. Осылай олар 1-2 жылдай тұрады. Кейін, 1 жылдан кейін әйел жағынан бұл қарайын дейді, может быть, мен басқа әйелмен жыныстық қатынасқа түсіп көрем деп. Басқа әйелмен жыныстық қатынасқа түссе ода болады, амна әйеліне келген кезде ода болмайды. Кейін бұл қай кезде болмайды? 1 жылдан кейін, когда әйелі бесконечно бұны упрекать ете береді, тежей береді. Кейін осының обвинение кетеді. Біріншіден, әйел заты, ең жаман оскорбление, әйел заты ер кісінің қасиетіне тисе. Ең жаман ер кісі оны көтере алмайды. Оның есіне қалып қалған, айтқан ғой, что он на всю жизнь останется импотентом. Көрдіңіз ба? А ер кісіге бұл өте маңызды нәрсе. Білесіз ба? Егер маған келеді, мына 55-56 жасындағы кісілер айтады, айналайын қарағым, біз 60-65-те де шапқымыз келеді дейді. 60-70-ларда туылғысы келетін сондай кісілер бар. Сол кезде айтатыным ғой, мен ең бастысы бұл жерде мынау мида бізде блок болмау керек. Сол айтқан сөздерін ол есіне сақтап қалған ғой әйелінікін. 2 жылдан кейін ол ажырасады. Постоянное унижение на фоне секса у нее шло. Содан ажырасады. Ол мүлдем әйелдермен қарым-қатынасын бұзады. Бұзып, ол өзіне кетеді, роль жертвы дейді, жабылады. Біз бірінші осы блогын бірінші жыныстық қатынаста пайда болғанын білдік, және де оның қатты жұмыста стресстік факторды көтере алмағанын, сол жәдегі нарушение эректильной функция алып келген. Үшінші, и ең бастапқы оның әйелінің оған деген көзқарасының тым төмендігімен оның ер кісілік қасиетінің жәдегі жамандап оны түсіріп жібергені бұл. Моральды абьюзерство болды. Иә, дұрыс айтасыз, иә. Сондай жағдайы болды. Кейін болған соң біз біріншіден физикалық тұрғыда қандай бізде нарушение бар, бұзылыстар, соны емдедік. Параллельді түрде біз өкпе реніштерді прорабатывать еттік. Өйткені менің командамда да психологтар бар. Олар біледі қалай жұмыс жасау керек екен. И және 2-ші айда коррекция жасалған кезде бір несі, оған бір үй жұмысы болған. Бір қыз келіншекпен танысу. Білесіз ба, осы бізді толғандырып тұрған бұл красный как зона сияқты болып тұрады ғой. Осыны бүйтіп жұлып алып, оның орнына жақсы материал салатын болсақ, ол адамның көзқарасы да өзгереді. Оның 2-ші ай дегенде оның көзқарасы, отыру мәнері, сөйлеуі өзгере бастады. Сөйтіп, ол өзінің толыққанды ер кісі ретінде сезіну үшін біз оны сондай закрытый клубтар бар, танысуға қалай болады? Өтті ма, өте ала ма, таныса ала ма? Соған жібергенбіз. Ол жерде 1-2 таныстық, у него отношения появились, да, но он только познакомился. То есть ол первый барьер перешагнул. А второй барьер – это пригласить девушку на свидание. Кездесуге, иә. Үшінші, уже поэтапно ол, чтобы мог бы уже предложить ей уже қатынасты. Келесі, иә, негізгісі. Чтобы это было обоюдное. И үшінші этапта он проходит на ура. Шақырғанда ол даже байқамай қалған ғой, что қазір оның ойында бір блог шығады, ол қазір мүлдем өзінің қасиетін жоғалтып алады деген, ондай да болмаған, мүлдем. Сөйтеді да, ода үшінші этап былай жеңіл өтеді ғой. Ол ойлайды, бұл бір, не дейді, бинго дейді ғой, может быть, ему просто повезло дегенде, иә. Үшінші этапта сол қыз келіншекпен кездесіп, ары-қарай өзінің қарым-қатынасын құра береді. Үшіншіде ода ешқандай ондай бұрынғы проблемасы мүлдем болмайды.
Кейін біздің мақсат оған үйрету, егер қазір осындай стресстік жағдай пайда болып қалғанда, енді біз білмейміз ғой ол әйел заттың басында не болып жатқан. Егер бір күні ол да, сен осындайсың деп оған бүйтіп тап беріп оны тағы да бүйтіп унижать етсе, бұрынғы шаралар қайтадан сол бұрынғы күйіне түсіп қалмас үшін, сол кезде одан кейін біз қалай стресспен күресу керек, қалай осындай жағдай пайда болды, оған қалай көзқараспен біз соны үйреттік. Сол үшін ол кісі қазір өте жақсы, олар мынау қазір планирование дейді ғой, бала жөнінде қазір планированияны жасап жатыр. Ол ешқандай ондай бір жұмысында да ода үлкен өзгерістер. Неге? Өйткені жұмысында да көп нәрсені ол бұрын стресс ретінде қабылдайды оны. Қазір жұмысы да керемет, қызмет бағымда да өсті. Және де өзінің таңдап алған жарын ол алақанына салып, қалай ер кісі, ол айтқаны, менің есімде сақталғаны, қалай дейді әйел заты ер кісіні көтеріп, сынған қанатын жалғап ұшыра алады екен деді ғой маған. Бұл бөлім сізге өте қызықты болды деген сенімдеміз. Егерде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сексология саласында, онда Махаббат ханым осы пікір астында жазылған сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап береді. Сондықтан да қысылмай қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жолдасаңыздар болады.